қазір мен сіздерге мынандай WhatsApp-тан жібердім кеше тіркелген әріптестерге. Бұл жерде мысалы 2-ші тоқсанның бастауыш сынып БЖБ-лар деп тұр. Сода мысалы сіз 2-ші сыныпқа жіберетін болсаңыз, мына көк сілтемені копировать жасайсыз, 2-ші сыныптың оқушыларына, жаңа чаттарыңыз бар ғой, сол жерге отправить етесіз сілтемені. БЖБ осы деп айтасыздар. Сосын олар оқушылар телефонмен қалай ашады, сілтемені басады. Басқан кезде мынандай болып шығады оларда. Сосын мына жерге name деген жерге аты жөнін жазады балалар. Өздерінің фамилияларымен бірге осылай. Сосын бірінші тапсырмада ABC-дің біреуін басу керек. Мысалы, it is green book деген кезде жасыл кітапты басу керек. It is a sharpener деген кезде шығарғышты басу керек. It is red pen деген кезде қызыл ручканы басу керек. Сосын мынау 2-ші тапсырмада мынау нелердің аттарын жазады. Мысалы, мынау мектеп, мектепті жазады school деп. Сосын мынау үйді жазады house деп. Олар жаңағы сабақта болып үйренген сөздер. Мына көшені жазады street деп. Мына паркты жазады парк деп ағылшыншасын. Сосын соңында мына finish деген бар. Сосын check my answers деген бар. Мынандай нәтиже шығады. Check my answer'ды басқан кезде мынандай нәтиже шығады. Сол кезде осыны скриншот жасап жібереді. Осыны скриншот жасайды, сіздің өзіңізге оқушы жібереді. Сіз сол бағаны, шыққан бағаны күнделікке қоя бересіз.